Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірінші тараудың, бірінші параграфтың сандық өрнектерді тепе-теңдікке түрлендіру. Бірінші топтың екінші есебін шығарамыз. Бұл жерде амалдарды орындауға 5-ші сыныптың есебі. Бұл жерде ең бірінші амалымыз бөлшектің алымын орындаймыз ғой. Бөлшектің алымын орындаймыз. Бұл жерде 0,64-ті бөлеміз қаншаға? 1,6-ға бөлуіміз керек. Енді бұл жерде 0,64-тен 1,6 үлкен ғой. Сол себепті бәрібір 0-ден береміз бұл жерде. 0 өтір болады. Енді мысалы 16 деп ойлайсыздар. Енді мына жерде 16-ны нешеге көбейтеміз? 64 шығу үшін 4-ке көбейтеміз. Бізде мына жеріміз 0,64 шығады. Мына екі санды көбейтетін болсаңыздар. Сол 0. Демек 0,64-ті 1,6-ға бөлсек 0,4 деп шығады екен. Енді оны бөлшек түрінде бөлсеңіздер, негізі ең тиімдісі сол. Бұлай бөлуге де болады негізі. Болмаса калькулятор бар, калькулятормен де бөле беріңіздер. Ал баған түрінде осылай бөлесіздер. Енді осыдан 4,3-тен азайтамыз. Осы 0,4-ті. Енді ол қанша шығады? Бәріміз білеміз деп ойлаймын. Бұл жерде 3,9 шығады ғой. Дұрыс па? 3,9 шығады. Енді осыны біз не істеуіміз керек? 3,9-ды көбейтеміз 0,125-ке. Енді бұл жерде жай бөлшекке айналдыру керек деп ойлаймын. 3,9 деп аламыз. Мына жай бөлшекте аралас бөлшекке келтіреміз. Енді 0,25-ті 100-де қанша? 25 деп аламыз. Енді мысалынан бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол қанша шығады? 10-нан 39 шығады. Дұрыс па? Көбейтеміз. Енді мына екеуі қаншаға? 25-ке қысқара салсын. Демек, мынада 4, мынада 1 шығады деген сөз. Демек, мынада 4, мынада 1. Енді бөлшектерді көбейту үшін алымны бөліміне көбейте саламыз. 39 1-ге көбейтеміз. 39 өзі шығады. Және де 10-ды 4-ке көбейтеміз. Ол кезде 40 шығады жауабы. Енді 5-шісі. 5-ші мына жеріне қарай. 5-ші емес 4-шісі. 4-ші бөлшектің астына бөліміне қарай кетеміз. Бірінші мынау қанша? 16-дан 25-ті бөледі 2-мен қаншаға? 2,5. Сразу жай бөлшекке айналдырам. 2,5. Бұлай болады. Енді 25 деп аламыз. 16-да 25 деп. Енді мұнан бұрыс бөлшекке айналдырсақ, бұл 10-нан 25 болайын деп тұр. Енді мұна бөлуді сразу көбейтуге ауыстырып жіберейін. Сол кезде 10-нан 25 шығып тұр. Демек, бізде 25 астына кетеді, орын ауысатын болса, ал 10 бөлшектің алымына кетіп қалады, үстіне кетеді. Мына жерде 25 пен 25 қысқарды. 1 шығады. Екеуінде де. 16 мен 10-ды 2-ке қысқартып жібереміз. Мына жерде 5, мына жерде 8 болады. Сол кезде көбейтетін болсақ, 8-ге 1 көбейтіледі 8, 5-ге 1 көбейтіледі. Қанша? 5 шығады. Енді 5-шісі. Предпоследний амал. Енді бұл жеріміз 0,375 дейді. Бірден алайық. 1000-нан 375. Көбейтілген сразу 3-тен 1 деп алайық. Енді мына 3 пен 375 қысқартып жібереміз. Бұл жерде 125 шығады. Енді 1000 мен 125 қысқарта саласыздар. Мынада 8, мынада 1 шығады деген сөз. Сол кезде бізде 8-ден 1 шығады екен. 8-ден 1. Енді 6-шісі. Бағанағы 8-ден 5 шықты ғой, екеуін қосуымыз керек. 8-ден 5 қосамыз. 8-ден 6. 8-ден 6 деп кешірім өтінемін. Мына жеріміз бізде қанша болады екен? 8-ден 1.
Демек, бөлшектің бөлімдері бірдей, өзі жазылады 1,8. 5-ке 1-ді қосып жібереміз, ол 6 болады. Демек, бізде 2-ге қысқартып жіберетін болсақ, бұларды қанша шығады екен? 4-тен 3 шығады екен. Енді 7-шісі дейміз, решающий. Бөлшектің алымындағы шыққан санды 40-тан 39 бөледі екенбіз 4-тен 3-ке. Сол кезде бізде қанша шығады? 40-тан 39 көбейтілген екеуінің орнын ауысып кетеді, 3-тен 4 болады. Сол кезде мына 40 пен 4-ті қысқартамыз, мынада 1, мынада 10 шығады. Ал 3 пен 39 қысқартамыз, мынада 13 шығады. Тең дейміз. Сол кезде 10-нан қанша шығады екен? 13 шығады екен. Енді 13-ті 10-ға бөлетін болсаңыздар, ол 10-дық бөлшектерінде 1,10-3 шығады. Міне, құрметті достар, есеп аяқталды. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.